Идерова Нұргүл Жанұзаққызы. Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Тереңсай жалпыға ортақ білім беретін мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен өзін-өзі тану пәнінен денсаулыққа апарар жол атты тақырыпты өтеміз. Балалар, бүгінгі сабақ барысында сіздер адам жаны мен тәнінің үйлесімділігі туралы түсіне отырып, дұрыс әрекет құндылығының мәнін аша аласыздар. Ал енді бүгін біздің сабағымыздың дәйек сөзіне келетін болсақ, жаны саудың тәні сау, халық нақылы. Адамның жаны таза болса, тәні де сау болады. Ал біздің жанымыз қай кезде сау болады? Ол біз жақсы ой ойлап, жақсы сөз сөйлеп, жақсы әрекеттер жасағанда ғана біздің ішкі жан дүниеміз таза болады. Өзгелерге, қоршаған ортаға, өзіңе де жақсылық тілесең, сенің ішкі жан дүниең таза болады. Ішкі жан дүниенің тазалығы тәннің саулығына алып келеді. Балалар, енді оқулықтың 124-ші бетін ашайық. Сонда өсиет әңгіме деген шығарма бар шағын, соған назар аударайық. Ертеде бір қария ұзақ өмір сүріпті. Қарт адамның ойы сергек, зейіні зерек болыпты. Ауыл адамдары қартты өнегелі сөзі мен игі ісі үшін жақсы көріпті. Дана қарттың айтқан ақылына үнемі құлақ асып отырыпты. Бірде шәкірттері қарттан жаны мен тәнінің саулығының сырын сұрапты. Сонда дана қарт былай деген екен: ең бірінші, ой санаң таза болсын. Екінші, сөзің ақиқат болсын. Үшінші, ісің адал болсын. Төртінші, ешкімге қиянат жасамайтын бол. Бесінші, үнемі денеңді таза ұста. Алтыншы, орта тазалығын сақта. Жетінші, денені шынықтыр. Сегізінші, көп ұйықтама, ерте тұр. Тоғызыншы, артық тамақ ішпе. Міне бұлардың барлығы денсаулықты сақтаудың негізгі кепілі депті. Яғни дана қарттың айтқысы келгені, жаңа дәйек сөзде айтылғандай, ой санаң таза болсын дегені, ішкі ойың, ешкімге жамандық ойламау, жамандық тілемеу. Болашақты ойлағанда да біз бәрі жақсы болады деп сеніммен, үмітпен ойлауымыз керек. Әрқашан ішкі ойымыз таза болса, ол біздің денсаулығымызға жақсы әсер етеді. Екінші, сөзің ақиқат болсын дегеніміз тек шындықты айт, өтірік айтпа деген сөз. Ісің адал болсын дегені арамдыққа, жамандыққа жолама дегені. Ешкімге қиянат жасамайтын бол, яғни ешкімнің ала-жібін аттама деген сөз. Үнемі денеңді таза ұста, енді бұл тазалықты сақта деген. Орта тазалығын сақта, яғни қоршаған ортаңды ластама деген сөз. Денені шынықтыру дегеніміз, бұл түсінікті, денені шынықтырып жаттығулар жасауымыз керек. Көп ұйықтама, ерте тұр. Яғни бұл да түсінікті. Артық тамақ ішпе, артық тамақ та себебі денсаулыққа зиянын келтіреді. Енді балалар, осы тақырыпты түйіндеу үшін, қорытындылау үшін дәптерлеріңізде тапсырма бар. Соны үлкендердің көмегімен бірге орындасаңыздар болады. Ол бірінші тапсырма, дәптердің 50-ші бетінде. Ол жерде сендерге сөздер берілген. Адал ниет, қызғаншақтық, сараңдық, кеңпейілділік, жақсы ой, жылы сөз, ашушаңдық дейді. Осы сөздердің қайсы денсаулықты жақсартады? Соны біз дәптерімізге жазайық. Адал ниет денсаулықты жақсартады ма? Егер жақсартса, жазамыз. Қызғаншақтық денсаулықты жақсартады деп ойлайсыңдар ма? Егер денсаулықты жақсартпайды, бұл дұрыс емес, жаман қасиет десеңіз, оны жазбайсыз. Әрі қарай жалғастырып, осы тапсырманы орындаймыз. Келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырма дәптердің 51-ші бетінде берілген. Ол жерде сендерге суреттер берілген. Олардың адамға қандай пайдасы бар екенін айтып бер дейді. Яғни алдымен суретті бояп аласыздар, сонан соң осы заттардың адамның денсаулығына қандай пайдасы бар екенін айтып береміз. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, мына жолдар арқылы денсаулыққа жетуге болады. Жақсы сөз жарым ырыс демекші, әрқашан жақсы сөз айтуды әдетке айналдырайық. Таза ой, бүгінгі сабақта айтылғандай, біз тек қана жақсы нәрселерді ойлауымыз керек. Дұрыс тамақтану, пайдалы тағамдарды тұтыну. Тазалық ол дене тазалығын және ой тазалығын сақтау.
Зиянды әрекеттерді жасамау, олар адамға зиянын келтіреді, олардан аулақ болған дұрыс. Күн режимін сақтау, яғни белгілі бір тәртіппен күнімізді өткізу. Таза ауада көп серуендесек, оның бізге денсаулығымызға біздің көп пайдасы бар. Табиғи суды пайдаланғанымыз жөн. Және спорт денсаулық кепілі. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Ең басты байлығымыз денсаулығымызды сақтап жүрейік. Кездескенше сау болыңыздар.